Қайырлы күн қыздар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте нәзік, қарапайым дайындалатын шоколадты сүзбелі торт дайындайтын боламыз. Алдымен бисквит пісіруден бастаймыз. Ол үшін бізге ұн, какао, қопсытқыш, жұмыртқа, қант, шымшым тұз, сүт, сұйық май қажет болады. Ыдысымызға жұмыртқа, қант, тұзымызды салып, жоғарғы жылдамдықта миксерлейміз. Миксермен бірнеше минут жақсылап араластырдым. Нәтижесінде осындай көпірген әппақ массамыз дайын болады. Осы көпірген массамызға ұнды, какаоны қопсытқышта араластырып, илегіштен өткізіп, жартысын саламыз. Төменнен жоғары қарай бір тегіс болғанша араластырамыз. Сүтіміз бен майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Массамыз бір тегіс болып араласқаннан кейін қалған жарты құрғақ өнімдерді илегіштен өткізіп саламыз. Абайлап тағы да астынан үстіне қарай араластырамыз. Пісіруге мен осындай жылжымалы қалыпты қолданамын. Сыртын фольгамен жақсылап қаптап, ішіне пергамент қағазын төседім. Диаметрі 18 см. Қамырымызды құйып, тегістеп, қызып тұрған 180 градус пеште астын және үстін қосып 10-12 минут пісіреміз. Дайын болғанын ағаш таяқшамен тексереміз. Қалыптан абайлап шығарамыз. Бисквитіміз тегіс нәзік болып пісті. Темір торда суығанша біз шоколадты сүзбелі массамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүзбе, сүт, қант, желатин, шоколад 33% сливки қажет болады. Алдымен ыдысымызға қантты сүтпен араластырып, газға қоямыз. Араластырып тұрып ысытамыз. Қайнатпаймыз. Қантымыз толықтай еру керек. Ыстық сүтке суға бұқтырылған желатинімізді қосамыз, ергенше араластырамыз. Сүтіміздің суығанын тоспай, ыстық күйінде сүзбемізге құйып, блендермен бір келкі болғанша еземіз. Шоколадты қысқа толқынды пеште немесе водяной баняда ерітіп, жылы күйінде сүзбемізге құйып, жақсылап араластырамыз. Әдемі тегіс шоколадты сүзбелі пудингіміз дайын болды. Әзірше шетке қоя тұрамыз. Суықтай сливкимізді миксермен жақсылап араластырамыз. Осындай масса болуы керек. Сливки мен шоколадты сүзбені біріктіріп, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Темір қалыпты алып, ацетат пленкасын шет жағына төсеп, бисквитімізді саламыз. Үстіне шоколадты сүзбелі массамызды құямыз. Ауасын шығарып, тегістеп, тоңазытқышқа 8-10 сағатқа толық тұрақтандырылғанша қоямыз. Тоңазытқыштан шығарып, ацетат пленкасын алып, ганаш дайындаймыз.
шоколадтың үстіне ыстық сливкиімізді құямыз, жақсылап араластырамыз. Дайын болған ганашымызды торттың үстіне құямыз, біркелкі етіп тегістейміз. Өзіңізге ұнаған жеміс жидектермен әсемдесеңіз болады. Тортымыз өте нәзік болып шықты. Алдада видеоларды жіберіп алмасы үшін қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза отырыңыздар.